Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассалам ала расулилля, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, дауысты дыбыстар жайындағы дәріс. Дауысты дыбыстар ол харекеттер деп аталады. Фатха, касра, дамма. Көбінесе осы білмейтін адам оларды өз тілге, өзін сөйлейтін тілге қарай айтады. Ұқсас үндерді шығарады. Сондай қателік жібермеу үшін арнайы тәжвид ғалымдар оны арнайы бір нелерді көрсеткен, жобаларды, жаттығуларды. Соның ішінде біріншіден сол фатхадан бастайық. Фатха екі түрі болады, оны жақсы білесіздер. Жіңішке және жуан фатха. Жіңішке әріптер үстінде тұрса, сызық сол фатха, онда жіңішке айтылады. Егерде жуан әріптердің үстінде тұрса, онда жуан фатха болады. Жіңішке фатха бізде құлағымызға естілген кезде бір ә деп сияқты дыбыстар естіледі. Ол сол үшін мынандай деген дыбыс айтуға болмайды екен, өйткені ол дыбыс араб тілінде жоқ. Ол дыбыс бізде зерттегенде тамақтан шығады. Арман деп қазақ, орыс тілінде бірдей айтылады. Деген дыбыс тамақтан шығатын дыбыс, араб тілінде жоқ дыбыс. Екінші дыбыс ұқсайтын дыбыс, сонымен айтып кетеді адамдар. Ол қазақша әлем, әлем жіңішке Ол дыбыс неден шығады? Ауыздың бер жағынан шығады. Арабша жіңішке фатха ауыздың ортасы жағынан шығады. Соны дұрыс шығару үшін адам егі қозғалады. Ек астына қарай түседі. Сонда сол кезде түскен кезде тамақтан да жақтан шықпайды. Ек қозғалған кезде астына қарай сол орта жаққа түседі. Және тілін ұшына, аузын бер жағына дейін апармаймыз. Қасықтың үстінде бір шар сияқты тұрады. Кә, та, ба, қате, ка, та, ба қате, дұрысы. Кә, та, ба, және кә, та, ба қатты жіңішке, ол дұрыс емес, ол да араб тілі бойынша болмайды. Арабша кә, та, ба. Екті қозғалтамыз, астына қарай түседі. Тілмен ек арасына қарай түседі, және сол кезде тура ортасынан, тілдің ортасы жағынан сол кезден дыбыс шығады. Кә, та, ба. Екінші дыбыс ол фатха, жуан фатха. Ол жерде де ұқсас жағдай болып кездеседі. Ол кезде де құлағымызға деп естіледі. Бірақ ол естілгенмен ол қазақша, орысша емес. Қазақ тілінде, орыс тілінде еріндер жақтан шығады. Аузының бер жағынан шығады. Еріндер қозғалады, және сол ерін жақтан шығады. Орман. Ал араб тіліндегі ағылшын тілге ұқсас ішкі жағынан шығады. Алыстан шығады. Аузын бер жағынан емес, аузын ар жағынан шығады. Еріндер жақтан шықпайды, еріндер қозғалмайды. Сол еріндер қозғалмайды, және өзі енді нелері кітаптарды қарасаңыздар, ол жерде суретті көрсетеді, тіл артқа және жоғарыға былай тартылады жуан әріптерде. Сол кезде фатха айтылған кезде, жуан фатха. Сол кезде еріндерді қозғалтпау үшін адам әдетке айналған кезде үйреніп қалды мынау деуге, ерінді қозғалтып, өзінің тілі бойынша. Соған арнайы жаттығу ретінде басында ерінді тыю үшін, ерінді қозғалтпайтындай жасау үшін екі не бар, әдіс бар. Ол жерде біреу әдісін ерінді қысады бұлай, саусақтармен қа. Екінші жол ол бұлай ерінді жай қысу, артқа тарту бұлай, тыю. Енді мынау негізі артықтау болады, өйткені мынау кей адамдар сол ерінді бұлай қысқанмен, ерінмен соны итеріп тұрады саусақтар. Дей салады, пайдасы жоқ болады. Сондықтан абзал бұлай тартып, оны әбден еріндерімізді үйреткенше қозғалмауға.
еріндер сәл ғана қозғалса дыбыс бұзылады, арабша емес басқаша о болып кетеді. Бізде а керек, сосын ерін қозғалмау керек. қа еріндерді қозғалтпаймыз. Екінші дыбыс, дауысты дыбыс, ол мысалы кәсірі. Кәсірі бір қарағанда бір оңай, ол да оңай көрінеді. Енді транскрипцияда и деп жазылды. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар, ол мынау басқа тілдерде мысалы ол и жаңа неден шығуы мүмкін? Ауыздың бер жағынан, жаңа тіл ұшынан. Мысалы вика, ви. Арабша кәсір ол ауыздың бер жағынан шықпайды, тіл ұшынан шықпайды. Ол да жіңішке фатха сияқты орта жақтан шығады. Ауыздың орта жағынан шығады. Орта жағына шығу үшін арнайы да қимылдар жасалады. Ол қимылды былай көрсетті ғалымдар, мысалы әдісті үйретті, былай қоямыз. Сол кезде и кәсірін айтқан кезде мына жерде бұлшық ет, ектің астына бұлшық ет астына қарай басады. И қозғалады астына қарай. Сеземіз, бұлшық ет астына қарай қозғалған. Егер бұлшық ет қозғалса, онда кәсірді дұрыс шығады. Ек қозғалмайды, тек қана бұлшық ет қана астына қарай қозғалады. Оның қозғалған кезде сол дыбыс тура сол бұлшық еттің үстінен, ішінен, орта жақтан сол жерден шығады. Сонда дұрысы болады сауиян, қате, дұрысы сауиян, қате сауиян, ауыздың бер жағынан сауиян. Осылай кәсіріні да адам білмесе қате айту мүмкін. Келесі дауысты дыбыс, соңғы дыбыс, ол араб тілінде дамма үтір ретінде жазылады. Оны енді у деп енді транскрипцияда жазады. Арабша таза айту үшін онда да оңай дыбыс, оңай деп көрінгенмен, онда дұрыс айтпасақ, арабша шықпауы мүмкін. Ол дамманы айтқан кезде біз еріндерді домалатамыз. Ерін домалану керек. Сонда дамма дұрыс шығады. Куту бихи. Жаттығу ретінде істеуге болады. Дамма мен кәсірін екеуін. Куту бихи. Сөзді айтқан кезде жаттығу ретінде осылай. Куту